113 сериясынан бастап 135 серияға дейін, яғни Арабаста және Арабастадан кейін деген аркаларын қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларын жіберіп алған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Сонымен Санжи Усопқа гасить ете бермей Чопперге көмектес деп, өзі Биби Ханшайымға көмектесуге кетеді. Чоппер болса мистер 4-шіге қарсы шайқасып жатады. Биби болса мистер 2-шінің қолына түсіп қалайын деген соңғы сәтте оны тауығы құтқарып қалып, сарайға қарай Сиппонги но Джутсу техникасын қолданады. Бірақ баспалдақта шайқас болып жатқандықтан тауық жерге 90 градус тұрған жартас арқылы шайқас болып жатқан сарайға келеді. Сосын Биби сарайды қорғап жатқан Чака қолбасшыға бару үшін тауық оны мистер 2-ден алып қаша жөнеледі. Алайда алған жарақаттарынан қозғала алмай қалған сәтте қуып жетіп қалған мистер 2-шіні тауықтың достары тоқтатады да төбелесуге Санжи келеді. Нәтижесінде Бибидің тауығы құтқарылып, Биби жолын жалғастырып, Санжи мен Бонгвайдың арасында жекпе-жек басталады. Әрмен Усоп Чопперге көмекке келгенде, мистер 4-шілердің жарылатын доппен ататын базука иттері бар екендігі белгілі болады. Короче, олар кроттар сияқты күтпеген жерден атып шығады да снарядты доптарымен жарылыс жасайды. В общем, шайқас барысында доп тура Усоптың артында жарылады. Алайда Чоппер оны бұғыл кейпінде құтқарып үлгерген екен. Әрмен крот әйел өзіне Усопты алады, ал 4-ші Чопперді алып, көптеген жарылғыш доптарды жібергенде, Чоппер дәрісін жейді де 4-шінің осал тұсын іздеуді бастап тұрғанда, жарылғыш соққыға түсіп қалады. Алайда Чоппер осал емес болғандықтан, қайтадан осал тұсты іздеуін жалғастырады. Ал крот әйел болса, Усопты жердің астынан қуып келе жатқанда, Усоп қабырғаға қарай қашып, әйелді қабырғаға баспен қадап жеңбекші болады. Алайда крот әйел қабырғаңды ұқпайтындығы белгілі болып, Усоптың аяғынан ұстап алады да, Усоптың өзін қабырғаға жабыстырып, Усоптың хыбысы азайып қалады. Чоппер болса осы сәтте 4-шілердің осал тұстарын анықтайды да, доп түшкіріп тұрған базука иттің мұрнына құм шашқылап, басын кроттың қазған жер асты лабиринтіне бағыттап, 4-шілердің тұтқиылдан шабуыл жасайтын жерінде үлкен жарылыс пайда болады. Алайда жарылыстан шыққан түтіннен 4-шілердің силуэттері көрінгенде, Усоп пизду нахуй деп қаша жөнеледі. Бірақ оны крот әйел ұстап алады да, Чоппер екеуін Луфидің артынан о дүниеге жіберетінін айтқанда, Усоптар капитандарының өліп қалғанына сене алмай тұрады. Сосын Усоп Луфидің өлгені өтірік деп, капитандары міндетті түрде пираттардың патшасы болатынын айтқанда, крот әйел мен мистер 4-ші қарқылдап күледі. Әрмен крот әйел Усопты жылдамдықпен 4-шіге қарай апарады, ал мистер 4-ші болса 4 тонналар питасымен Усоптың басынан маңқ еткізеді. Алайда Усоп тірі болып шығып, қайтадан Луфидің өлуі мүмкін емес дегенде, крот әйел оны қайтадан ұстап алып 4-шіге алып бара жатады. Чоппер болса үлкен мүйізді қалпына келіп алған сәтте, Усоп 4-шіге қарай түтінді бомба атып, Чоппер крот әйелді Усоптың орнына алып келгенде, мистер 4-ші байқамай, крот әйелді маңқ еткізіп, чаттан шығарып жібереді. Сосын Усоп Чоппердің мүйізін рогатка ретінде пайдаланып, 4-шіге кубалда жібергенде, 4-ші жолда базука итіне соғылып, крот әйелдің жанына құлайды. Ол аз дегенде базука ит алған жарақатынан бомбалы доп түшкіреді де, жауыздар өз-өздеріне контрольный соққы жібереді. Нәтижесінде Усоп пен Чоппер жеңіске жетеді. Әрмен соғыс жалғасып, Коза сарайдың ішіне кіріп, Чака қолбасшыны тұтқынға алып, берілуін талап етемін деген шешім қабылдайды. Биби Ханшайым болса осы уақытта сарайға жетіп, сарай күзетшілеріне өзін Чака қолбасшыға ертіп апаруларын өтінеді. Ал Санжи мен Бонгвайдың шайқасына келетін болсақ, екеуінің күштері тең болып, Бонгвай қулықпен шайқасуды шешіп, Усопқа айналып кетеді. Алайда Санжи бетінен бір теуіп, тупойға ұқсап тұрмын ба не? Кімге айлансаң да, сен болып қаласың дейді. Алайда Бонгвай Намиға айналып қалған сәтте, Санжи убийца режимінен мачо режиміне ауысып кетеді. Әрмен Биби Ханшайым Чака қолбасшыға патшалықтың сарайын қиратуға бұйрық бергенде, Чака қолбасшы тура осылай ойлаған патшаның сөздерін есіне түсіріп, Биби Ханшайымның бұйрығын орындауға келіседі. Әрмен Санжи мистер 2-шіге соққы жіберейін десе, ол Намиға айналып кете беретін болғандықтан, оған саусағының ұшында тигізе алмай қалады. Әрмен Зора мистер 1-шіге қарсы шайқасуға шығады да, мистер 1-шінің қолы семсер екендігі белгілі болады. Ал оның жанындағы Даблфингер ханым болса, Намимен шайқасуға кетеді. Сонымен Санжи біраз таяқ жеген соң, Бонгвайды соққы жіберген уақытында өз қалпына айналатындығын байқайды да, тебісімен ұшырып жібереді. Сосын екеуі тығыз тебісу
Оңбай қозғала алмай қалады. Санжи болса оған достойный қарсылас екенсің деп қолын созғанда, Оңбай нағыз дос жекпе-жекте табылатынына көзі жетіп, жүрегі пішнә боп Санжидің қолын алады. Алайда Санжи бұл Франк наху деп контрольдің тебісімен мистер екіншіге қарсы шайқаста жеңімпаз болып шығады. Әрмен Виви шайқасып жатқан халқының назарын өзіне аударып, барлық шындықты айту үшін сарайды жаруға бұйрық береді. Алайда соңғы сәтте қолына патшаны ұстаған крокодайл бөгет болады да Луфиді өлтіріп тастағанын айтады. Әрмен Даблфингерден қашып жүрген Найми кемеде Усоптан өзіне қару жасап беруін өтінгендерін есіне түсіреді де, сол қарудың көмегімен Даблфингер ханымды жеңуге жігерленіп тұрған сәтте қабырғадан соққы алып қалады. Сосын Даблфингер ханым шығады да, оның жеген дьявольский фрукты денесінің бөлшектері өте өткір тікенге айналдыратыны белгілі болып, Даблфингер ханым ежик сияқты түрінде шабуыл жасайды. Нами болса сырт киімінің көмегімен аман шығады. Әрмен Нами Усоп жасап берген қаруды әрең дегенде түсінеді де, ыстық пен суық ауаны біріктіріп, таяқшасынан пружиналық система жасап Даблфингер ханымды ұшырып жібереді. Даблфингер болса ашуланып Намиді өлтіріп тастаған уақытта, Нами қаруының көмегімен бенсюцу, яғни мираж жасай алатындығы белгілі болады. Әрмен крокодайл патшаны стенаға қадап қояды да, бүкіл жоспары тек таққа отыру ғана емес, тағы бір бастапқы мақсаты бар екенін айтып, патшадан Плутон деген нәрсенің қайда екенін сұрағанда, патша оны қайдан білесің деп ахуе болып тұрады. Ал Виви тақта түсінбей тұрады. Короче, Плутон деген ядерный қару сияқты мемлекеттің де көзін жойып жібере алатын бомба жасайтын шикі зат екен. Ал сол Плутон осы Арабастада бар деген болжам болғандықтан, крокодайл Арабастаның тағына отырып, барлық мемлекеттерді, яғни бүкіл әлемді билемекші екен. Алайда патша тіпті сол Плутон Арабастада бар болса да, қайда екендігін білмейтіндігін айтады. Осы уақытта патшалық гвардия патшаның тұтқынға алынғанын естіп, барлығы сарайға кіре алмай тұрады. Себебі сарай қақпасында Робиннің қолдары кез келген жақындаған адамның көтенін айырып тұр екен. В общем, крокодайлдың айтуы бойынша, барлығы осы темппен жалғасатын болса, шамамен 20 минут ішінде көтеріліс жасап жатқан әскер осы сарайға да жетіп, алаңда шайқас басталады. Ал алаңда жарты сағаттан кейін жарылатын үлкен бомба дайын тұр екен. В общем, крокодайл барлық Арабастаның әскерін бір жерге жинап, жарып жібермекші ғой, короче. Сосын крокодайл патшадан Панегрифтің қайда екенін сұрағанда, патша өзі ертіп апаратынын айтады. Ал Чака қолбасшы шабуылға шықпақшы болады. Әрмен Чоппер мен Усоп Санжиді кездестіреді де, көтерілісшілерге подкрепление келе жатқанын көріп, Вивиға ескертуге асығып кетеді. Әрмен Нами үшке бөлінетін таяғының біріншісінен ыстық ауа, екіншісінен суық ауа шығарып, Даблфингердің үстінен бұлт шығарады. Сосын бұлтқа таяғының үшінші бөлігінен электр шығарып жібергенде, Даблфингер найзағайлы соққы жеп алады да шатыры тайып, Намиға соққы жібергенде, Учиха Намидің гинжутсуына түсіп қалады. Ал сосын Нами таяқшасының торнадолық соққысымен Даблфингер ханымды нокаутқа жіберіп, шайқаста жеңімпаз болып шығады. Зоро болса мистер біріншіге қарсы Санторио техникасын қолданады да, оның толығымен темір адам екеніне көзін жеткізіп, оны жеңген соң ресми түрде темір кесетін адам болып есептелетінін айтады да, шайқастары басталады. Нәтижесінде мистер бірінші Зороға пиздес соққы жіберіп кетіп қалады. Алайда Зоро тірі болып шығады, себебі ол пиздес тренировкаларының арқасында құлап жатқан тастардың қай жерге құлайтынын сезген екен. Сосын Зоро жын кесетін пышақтағы сияқты демнің күшін сезеді де, бір соққысымен мистер біріншіні өлтіріп тастап, жекпе-жекте жеңімпаз болып шығады. Әрмен крокодайл Чака қолбасшының бытшын шығарып тастаған сәтте, сарайға әкелетін құпия жол арқылы Коза келіп, барлығын өз көзімен көреді де, Вивидің түсіндіруінсіз-ақ барлық бүлікті жасап жүрген крокодайл екенін түсінеді.
Крокодайл болса Коза бәрін біліп қойғандықтан оны өлтірмекші болғанда, жаралы Чака қолбасшы крокодайлды тоқтатып, Виви мен Коза көтерілісті тоқтатуға кетіп қалады. Әрмен көтеріліс әскері сарайға шабуыл жасап, сарайға жетіп қалған сәтте, патшалық әскерімен бірге өздерінің көтеріліс әскерінің басшысы Козаның ақ жалау көтеріп тұрғанын көріп тоқтайды. Сосын көтеріліс әскері тоқтап, Коза соғыстың аяқталғанын жариялап тұрған сәтте, патшалық әскерінің арасындағы Баракотовтың шпионы бәрінің көзінше Козаны атып тастайды. Сосын күтпеген жерден құм көтеріліп кетіп, Баракотовтың шпиондары екі жаққа да оқ жаудырғандықтан қайтадан шайқас басталып кетеді. Виви болса істің ушығып кеткенін баса алмай отырған сәтте, Чака қолбасшы қозғала алмай құлайды. Сосын крокодайл Вивиді қылқындырып ұстап алады да 15 минуттан соң подкрепление келген көтерілісшілермен бірге алаңдағы жарылыстан барлығы өлетінін айтып, Вивиді биіктен құлатып жібереді. Сол сәтте Пелға отырып алған бәріміз күткен Луфи келіп қалады да Вивиді қағып алып, барлығы жақсы болатынын айтады. Әрмен Луфи крокодайлға реванштың көкесін көрсетейін деп тұрған сәтте, барлық Мугиваралар жиналып, капитандарының тірі екендігіне қуанышты болады. Сосын Луфи командасынан бірінші шайқаста жеңіліп қалғаны үшін кешірім сұрап, крокодайлға қарай ұшады да, соққыларыңды тигізе алмайсың деп тұрған крокодайлдың жағынан маңқ еткізеді. Сосын оның иығынан ұстап алып, айланып тұрып басы мен шекесіне соққы жібереді. Короче, Луфи жеңілген уақытта қолы дымқыл болғандықтан крокодайлды ұстай алған. Сол себепті Луфи қолы дымқыл болатын болса, крокодайлдың құмға айнала алмайтынын түсініп, қолын сулап алады да крокодайлды айыруға дайын тұрады. Крокодайл болса қарқылдап күле бастайды, ал Виви Мугивараларға ровно 16:30-да, яғни 10 минуттан соң шайқас алаңында 5 километр аумақты жарып жіберетін үлкен жарылыс болатынын ескертеді де, барлығы жарылғышты іске қосатын камикадзеларды іздеуге кетеді. Әрмен Луфи шабуылға шыққан уақытта крокодайл оның қолын ұстап алып құрғатып жібереді. Луфи болса босанып шығады да, арқасындағы судан ішіп, қолын қалпына келтіріп, бүкіл денесін дымқылдатып алады. Алайда крокодайл торнадо жасап жібергенде, Луфи бөшкесінен айырылып қала жаздайды. Крокодайл болса күліп, какой-то бөшкеге тәуелдісің деп тұрғанда, Луфи барлық суды ішіп алады. Крокодайл болса мазақ қылып тұрсың ба, сайбал деп шабуылға шыққанда, Луфи оған сумен түкіріп, құмға айнала алмай тұрған жерінде базука техникасымен ұшырып жіберіп, енді не дейсің, песок бас дейді. Робин болса патшаны босатады да өзін жылдам Панелиев орналасқан жерге апаруын талап етеді. Крокодайл болса ашуланып Робинға жарақат алып қалғың келмесе жылдамдатып кетуін ескертеді де, маңайындағы барлық шөптер мен ағаштың сұйықтықтарын суырып алып, маңайды қирата бастайды. Луфи болса сумен атқылай бастайды, алайда песок бас ол суды да өзіне сіңіріп алады. В общем, крокодайл оң қолын тигізген жердің бәрін толығымен құрғатып, құмға айландырып жібере алады екен. Әрмен Робин патша мен Панелиевқа бара жатқан уақытта, олардың алдынан Ташиги бастаған дозорныйлар шығады да, патша Ташигиға 6 минуттан соң шайқас алаңында жарылыс болатынын ескертіп үлгереді. Дозорныйлардың біреуі болса Робинді танып қояды. Короче, Ника Робин 8 жасында бірнеше дозорныйлардың кемелерін айырып тастағандықтан, мировое правительство оның басына 79 миллион тіккен екен. Нәтижесінде Ташиги Робинға әлдері жетпейтінін түсініп, дозорныйларды жарылыстың алдын алуға жібереді де өзі Робинға патшаны босатуын талап еткенде, Робин Ташигиді қозғалыссыз қалдырады. Әрмен крокодайл Луфидің алдынан шығып, қылқындырып ұстап алады да, оның сулы соққыларын өткізіп жіберіп, Луфиді толығымен құрғатып жібереді. Сосын Луфиді лақтырып жіберіп, Робиннің артынан Панелиев жатқан гробницаға қарай кетіп қалады. Алайда жаңағы сулы соққы қайттан жерге оралған уақытта тура Луфиға түсіп, Луфи кездейсоқтықтың арқасында аман қалады. Әрмен патша Робинді гробницаға алып келеді де, құпия жер асты гробницасына жол ашады. В общем, Панелиев көне жазу екен, ал Робин жазуды оқи алады екен. Ал Панелиевта болжам бойынша Плутонның орналасқан жері жазылған. Әрмен көтені айырылып жатқан Ташигидің жанынан крокодайл өтіп бара жатады да, Смокер деген чорт бастықтарын қорқып келмей қойды ма деп қарқылдап күліп кетіп қалады. Ташиги болса орнынан тұра алмай жатқанда Луфи келіп қалады да, песок бастың қайда кеткенін сұрайды. Ташиги болса біраз ойланып бағыт көрсетеді де, өзінің әлсіз болғанына қатты қапаланады. Луфи болса гробницаға қарай асығып бара жатып, алған жарақатынан тәлтіреңдеп барып құлап қалады. Песокбас болса жер асты жолды тауып алып, Робинға Панеглифті оқы дегенде, Робин Панеглифта тек Арабастаның тарихы жазылғандығын, ал Плутон жайлы ешқандай ақпарат жоқ екендігін айтады. Крокодайл болса Робинді тек Панеглифті оқу үшін ғана ұстағанын айтып, Плутон жайлы жазылып тұрса да, айтатын ойын походу жоқ деп, оны өлтіретіндігін айтады да, Робиннің шабуылын өткізіп жіберіп, көчоғын тығып алады. Сосын крокодайл Плутонды Панеглифсіз-ақ тауып алам деп тұрған
өзін жойып жіберетін тұзақты іске қосып, осы жерде Песокпаспен бірге өлмекші екен. Әрмен Виви ойлана келе бомбаның примерно тұрған жерін анықтайды да, Усоп рогаткасымен жан-жақта іздеп жүрген Мугивараларға белгі береді. Луфи болса мызғып алып оянады да Песокпасты іздеп жүріп, жер асты құпия жолды көріп қалады да, қирап жатқан гробницаға кіріп кетеді. Виви болса орталықты жарып жіберетін пушка биіктегі сағатта орналасқан болжамын айтады. Алайда Усоптың белгісін бараквордтықтар да көргендіктен, олар Вивиді тауып алып, Усоп екеуі Себастьянус болады. Крокодайл болса өзі құмға айналып по-любому аман шығатынын айтып қарқылдап тұрған сәтте, қабырғаны жарып Луфи келеді де, елгедегі үш кедей шіссін деп, жүгіріп барып Песокпастың бетінен бір тебеді. Песокпас болса Луфидің сусыз соққысын тигізгеніне қу ететіп тұрғанда, Луфи тағы да оның бетінен маңқ еткізеді. Сөйтсе, Луфидің соққылары оның қанының көмегімен тиіп жатыр екен. Әрмен Крокодайл Луфидан құтыла алмайтынын түсініп, Луфидің қырсық мінезін мойындайды да, крючогындағы чехолды шешіп тастап, қуды крючогын шығарады. Әрмен Вивилар қолға түсіп қалайын деген соңғы сәтте, Сашиги бастаған дозорлылар бараквордстарды тоқтатады да, Сашиги Вивиларға жарылысты тоқтатыңдар дейді. Ал дозорлыларға Мугивараларға көмектесіңдер деген бұйрық береді. Әрмен Вивиларға Намилар қосылғанда, Виви шығу үшін Пэлдің көмегі керек деп сағатты көрсетеді. Пэл болса Вивиді іздеп жүрген уақытта сағаттың басынан біреу оны атып тастайды. Луфи болса осы уақытта Крокодайлға соққы жібергенде, Крокодайл оның қолын улы крючогымен тіліп өтеді. Луфи қайтадан аяғының чапалағымен соққы жіберіп, бір пионмен оны қабырғаға жабыстырып тастайды. Крокодайл болса Луфиға у тигенін айтып, скоро өлесің дегенде Луфи похуй маған дейді. Ал жарылысқа келетін болсақ, уақыт почти аяқталып, сағат ашылады да, мистер 7-ші напарницасымен бірге пушканы іске қосуға дайын тұрады. Әрмен Мугиваралар қабілеттерін қолданып, Вивиді жоғарға лақтырып жатқанда, үстідегілер пушканы тұтатып, Вивиларды көріп қояды да, оларға тапаншамен атады. Жоро болса оқты өзіне қабылдап, Чоппермен Вивиді лақтырады, сосын Чоппер Вивиді лақтырады да, кішірейіп оқты өткізіп жібереді. Ал Виви жарылыста 3 секунд қалғанда пушкаға жетеді де, екі ибланды төменге құлатып, 1 секунд қалғанда пушканы сөндіреді. Алайда пушкада таймер бар екендігі белгілі болады. Короче, Крокодайл форс-мажор болып қалған жағдайға деп страховаться етіп, айырмашылығы 1 минутты құрайтын таймер қойып қойған екен. Яғни пушканы тұтатпаса да, ровно 16:31-де пушка бәрібір атады. Виви болса Крокодайлдың издевательстволарына шатыры тайып, амалы таусылып отырған сәтте, жаралы бүркіт Пэл келеді деп, патшалықтың тыныш кезін біраз еске алып, өзі патшалықты қорғайтын бүркіт екенін айтып, бомбаны алады да жоғарға ұшып кетеді. Негізі пиздеж, бірақ аниме болғандықтан Пэл бірнеше секундта 5 километр биіктікке көтеріліп, өмірін отаны үшін қиып, бомба жарылады. Нәтижесінде үлкен жарылыс болып, Пэл миллиондаған арабасының адамдарының өмірін құтқарып қалады. Ал патшалық әскері мен халық болса жарылыстан біраз тынышталып қалады да, сол сәтте уже 2 есе қанішерлікпен шайқастарын жалғастырады. Виви болса биіктікте тұрып, есі ауысып, бар даусымен шайқасты тоқтатыңдар деп қайталап қана тұрады. Крокодайл болса жарылысты естіп, барлығы біткенін жариялайды, ал Луфи уланып қалып, қозғала алмай жатады да, пиздес қырсық мінезінің арқасында аяғынан тұрады. Бұған Крокодайл да, патша да в ахуе. Сосын Луфи пираттар патшасы болатындығын айтқанда, Крокодайл сен сияқты ебландар теңізде дахуя деп шабуылға шыққанда, Луфи оны аяғымен тосып алып, крючогын сындырып тастайды да, көтенін айырып жібереді. Крокодайл болса крючогының орнына пышақ шығарып соққы жібергенде, Луфи еңкейіп қалып, апперкотты тебісімен ұшырып жібергенде, Крокодайл оған жауап ретінде мықты құмды соққысын жібереді. Луфи болса үрленіп алады да, айналып тұрып Песокпастың қорғанысымен бірге соққыларын жаудырып, гробницаның тас талқанын шығарып, Крокодайлды шайқасып жатқандардың бәрі көретіндей биіктікке ұшырып жібереді. Виви болса Луфидің Крокодайлды айырам деген сөзін орындағаны үшін Луфиға берем шешесін деген ойға батады. Мугиваралар болса капитандары үшін пиздес мақтаныш сезімін сезінеді. Сол сәтте күтпеген жерден жаңбыр жауа бастап, шаң басылады да, шайқасып жатқан
болып шайқастарын тоқтатқан сәтте Вивидің шайқасты тоқтатыңдар деген айқайы бәрінің құлағына жетеді. Ал крокодайл болса тура халықтың ортасына баспен қадалады. Әрімен Виви соғыстың аяқталғанын жариялағанда, көтерілісшілер осы уақытқа дейінгі қаза тапқандар саған ойыншық па не нахуй деп патшаның өзі Унаханаға келіп шабуыл жасағанын айтады да, шайқас қайтадан басталайын деп тұрған сәтте жаралы Чака қолбасшы патшалық әскеріне қаруларын түсіруін бұйырады. Сол сәтте қолына шиголды ұстаған Игарам келеді де, Шигол Унаханада патша емес, мистер екінші болғаны туралы шындықты айтып береді. Коза да көтерілісшілерге қаруларын түсіруге бұйрық беріп, нәтижесінде шайқас аяқталып, барлығы қаруларын тастайды. Виви болса төменге түсіп Мугивараларды іздей бастайды, ал Мугиваралар уже гробницаға жетеді де, Луфиді арқалап алған патшаны кездестірген сәтте Виви оларды қуып жетеді. Сосын Мугиваралар патша мен Вивиға барлығы тынышталған соң сарайға барамыз деп екеуін орталықтағы халыққа жетеді де, өздері сол сәтте аяқтарында тұра алмай құлап қалады. Әрімен көтені айырылып жатқан крокодайлға дозорлыларды бастаған Ташиги келеді де, мировое правительствоның атынан крокодайлдың Шинчибукай, Ичибукай деген барлық шендері алынып, тұтқынға алынғандығын жариялайды. Әрмен халықтың алдына Арабастаның патшасы шығады да, қаншама көз бояушылық пен жан тапсырудан өтіп, бейбітшілік келгендігін жариялайды. Әрмен бізге Смокердің Хина есімді өзінің академияда бірге оқыған дозорлылардың вице-адмиралымен бірге Дансбаудың парашогының қолы Баракорпстың кемесін ұстап алған кезді көрсетеді. Короче, аниме бізге жаңағы жауған жаңбырды Дансбаудың парашогының көмегімен Смокер шақырғандығы туралы намек тастайды. Если что, только намек, ашық айтпайды. Ал Ташиги болса дозорлыларына ұйықтап жатқан Мугивараларға тиіспеуді бұйырады. Ал Югедегі шал болса тірі екендігі белгілі болады. Әрмен Хина мен Смокер крокодайл мен Баракорпстарды түрмеге алып кетуге келгенде, Ташиги Мугивараларды тұтқындамағаны үшін кешірім сұрап, халықты қорғайтын дозорлылар түк те істей алмай қалғанда, Мугиваралар біртұтас мемлекетті қорғап қалғанын айтады да, болашақта осындай жағдайға тап болмау үшін жылап тұрып мықты болуға уәде береді. Сол уақыттарда Смокерді мировое правительстводан звондап, Ташиги екеуін крокодайл мен Баракорпсты жеңгендері үшін медаль алуға Генштабқа келулерін бұйырады. В общем, Смокер крокодайлды жеңген Мугиваралар екенін айтып тұрса да, мировое правительство бүкіл әлемге пираттарды герой деп жарияламайтыны айдан анық. Сол себепті олар Смокер мен Ташигиді герой ретінде қойып, екеуін повышениеға жібермекші. Алайда Смокер мировое правительствоға крокодайлды жеңген Мугиваралар деп медальдарын көттеріне тығуға кеңес береді. Әрмен Луфи 3 күн бойы ұйықтап тұрған соң, барлығы көтеріңкі көңіл күймен кешкі асты опырып алады. Сосын барлығы баняға түсіп отырғанда патша, жалаңаш патша патша емес деп, Арабастаның тұрғыны және әке ретінде Мугиваралардың алдында басын тиіп тұрып алғысын білдіреді. В общем, осының бәрінің нәтижесінде Зороның басына 60 миллион, ал Луфидің басына 100 миллион келгендігі белгілі болып, Игарам бұл қауіпті жаңалықты Мугивараларға айтуға келгенде, Виви олардың уже кетіп қалғандығын айтады. Короче, Виви пират болам ба, ханшайым болам ба деген екі ойлы болып қалғандықтан, Мугиваралар оған ертеңге дейін ойлануға уақыт беріп, пират болуды таңдайтын болсаң, белгіленген жерден өтіп бара жатып ала кетеміз деп келіскен екен. Әрмен Хинаға бір дозорлы келіп, Мугиваралардың кемесі байқалғандығын баяндағанда, Хина шайқасқа дайындалуға бұйрық береді. Әрмен Виви халықтың алдында ханшайым ретінде сөз айтатын уақыт келгенде, ол громкоговоритель ұлылар арқылы сөйлеп, өзінің орнына Игарамды шығарады да лично қоштасу үшін Луфилармен уәделескен жерге келеді. В общем, Виви Мугивараларға қосыла алмайтындығын түсіндіріп, мәңгілік накама болып қалғысы келетіндігін айтады. Ал Луфиларды қуалап келе жатқан дозорлылар болса, Виви ханшайымның сөздерін естіп тұрғандықтан, ханшайым мен пираттардың арасында байланыс бар екенін мировое правительство біліп қоймау үшін, Мугиваралар жауап ретінде мәңгілік накама болып қалатындарын түсіндіріп, сол қолдарындағы белгілерін көрсетеді. Виви да бәрін бірден түсініп, жүрегі пішна-пішна қалпында тауығы екеуі де сол қолдарын көтеріп белгілерін көрсетеді. Әрмен Мугиваралар Боинг Мэриларымен сапарларын жалғастырады, ал Виви ханшайым болса тізеге құлаған Арабастаны аяққа тұрғызу үшін патшалығына қайтады. Әрмен Мугиваралар сапарларын жалғастырған уақытта күтпеген жерден кемедегі каютадан Робин шығады. Бүкіл Мугиваралар дым да түсінбей тұрғанда Робин Мугиваралардың капитаны Луфиға болған жағдайды айтып беріп, командаларына қосылуға рұқсат сұрайды. В общем, гробницада Луфи өлім аузында жатқан уақытта уға қарсы дәріні Робин берген екен. Сонымен қатар, негізі панеглифта Плутонның орналасқан жері жазылған екен. Алайда Робин тек панеглифтарды оқып, тарихты білгісі келетін
жерде барлығының нүктесін қойып, өмірмен қоштасуды шешкен екен. Бірақ кенеттен Луфи патша мен Робинді арқалап алып, Робиннің қалауына қарсы патшамен бірге оны құтқарып шыққан. Нәтижесінде Робиннің басқа баратын жері болмағандықтан, Нико Робин Мугиваралардың командасына қосылады. Короче, Робин кішкентай кезінен бастап археолог болып, кездейсоқтықтан әлемдік іздеуге салынып кеткен. Сол себепті ол күнін көру үшін неше түрлі қылмыскерлерге жұмыс істеген. В общем, Робиннің мақсаты Рио Панегриф деген жазбаны табу. Әрмен Мугиваралар сапарларын жалғастырып, кезекті бір аралға тоқтайды да, Чоппер кемені күзетуге қалады. Санджи тамақ іздеуге кетеді. Нами аралдың картасын сызып, қалғандары жеміс-жидек теруге шығады. В общем, Чоппер жалғыз өзі кемеде қалғанда, бәрі ұмытып кеткен Робин да кемеде қалғандығы белгілі болып, Чоппер оған сеніңкіремей жүреді. Сосын Чоппер өзіне күшейтетін дәрі жасауын бастап кеткен уақытта, Робин онымен әңгіме бастап, Чоппер шошып кеткендіктен абайсызда бөшкедегі ауыз суын төгіп алады. Робин болса оны мақтап жіберіп ашуын басады да, екеуі бөшкеге ауыз суын толтыруға шығып, Чоппер су алып жатқан уақытта Робин Чоппердің оқиғасын сұрап, Чоппер Кулёха дәрігер жайлы әңгімесін айтып, оның Робинға деген қарым-қатынасы кішкене болса да жылиды. Әрмен кеш батып, барлық Мугиваралар костерға жиналып кешкі ас ішеді. Тек Робин ғана бөлек кітабын оқып отырады. Әрмен бізге кішігірім Зороның фейлерлік оқиғасын көрсетеді. Короче, Зоро Луфиларға қосылмай тұрған кезде қарны ашып бір кафешкаға келеді де, тамаққа төлейтін ақшасы болмағандықтан, сол кафешкада басына 5 миллион тігілген бір қылмыскерді өлтіріп тастайды. Сол жерде еще естеріңізде болса, Баранти мейрамханасы мен Арлон Парк деген аркада болған охотник за головами Джонни өзінің напарнигімен Зороға келіп, қылмыскерді өздері өлтіріп, сыйақыны алғылары келгендерін айтқанда, Зоро өзі Шичибукайдың біреуі Соколиный глазды жеңіп, әлемдегі ең мықты қылышкер болғысы келетінін айтып, ал сыйақы оған керек болмағандықтан, қылмыскерді соларға сыйлап, тек тамақтың ақысын төлей салуларын ескертеді. Бұндай жалынды сөздерге Джонни өзі бала кезде ауылдарына қылмыскерлер шабуыл жасап, оларды охотник за головами құтқарғандықтан, өзі де елді құтқару үшін охотник за головами болғанын есіне алады. Әрмен сол ауылға басына 10 миллион тігілген бір пират келеді де, ауылдың запас тамақтарын тонай бастайды. Барлығы ол қылмыскерге қарсы шығуға тоқтары жетпей тұрғанда, бір шпион жалғыз өзі шабуылға шығып, таяқ жей бастағандықтан, Джонни әділеттілік үшін напарнигімен бірге шайқасқа шығады. Зоро болса осы уақытта бір ұстаға келеді де, жөндеуге тапсырып кеткен семсерін алып, ұстадан семсерлерге ұқыпты бол деген ескертуін алады да, ақшасы жоқ екенін айтқанда, ұста жарайды деп тегін екендігін айтады. Алайда Зоро уақытша алған семсері де сынып қалғандықтан, Зоро ұстадан ұялып тұрған сәтте, жағажайдан бір жарылыс естіп, ұста ауылға басына 10 миллион тігілген қылмыскер келгенін айтқанда, Зоро қарызды қайтаратынын айтады. Нәтижесінде Зоро Джоннилардың қылмыскерден таяқ жеп жатқан жеріне келеді де, өз семсерімен қоса Джоннилардың семсерлерін ала тұрып, әйгілі Санторио техникасымен қылмыскерді айырып тастаған Зороның естеліктері аяқталған сәтте, 135-ші серия, яғни Арабаста және Арабастадан кейін деген аркалары аяқталады. Видеоны соңына дейін көрген жандарға миллиондаған алғысымды білдіремін. Келесі серияларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп алуға өтініп тұрып кеңес беремін. В общем, лайк көп болса, келесі видеода жылдам шығатын болады. Әрмен әдеттегідей, келесі видеода кездескенше күн жақсы.